Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай керемет, тәмді болып шығатын, жұмсақ болып шығатын булочканың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерде де керемет шығатынына сенімдімін. Ең алдымен бізге ұн қажет, өзімізге қажетті мөлшердегі електен өткізілген ұнымызды алып, үстінен 1 стақан қантымызды, шай қасықтың ұшымен тұзымызды және 2 ас қасық дрожжімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алып, ортасын қасықпен ашып, үстіне жылы сүтімізді құямыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы тиіс. Және де бөлме температурасындағы сұйық майымызды еріген, және де 1 жұмыртқамызды, жарты стақан сұйық майымызды қосып, қасықпен жақсылап араластырамыз. Қасықпен жақсылап араластырып алғаннан кейін, ары қарай қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болуы тиіс, қатты емес. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай болып шығуы керек. Және де бетін жауып, көтерілгенше қоямыз. Міне біздің қамырымыз 1 сағатта көтеріліп шықты. Енді қамырларымызды түсіріп, бөліктерге бөліп алатын боламыз. Біздің қамырымыз өте керемет болып көтеріліп шыққан соншалықты қамырмен жұмыс істеу өте ыңғайлы, қолыңызға да жабыспайды. Ешқандай ұнды да қажет етпейді. Барлығын өзімізге қажетті мөлшерде бөліп аламыз. Мен таразының көмегінсіз көз мөлшермен бөліп жатырмын. Бөлінген қамырымызды видеода көргендеріңіздей етіп, дөңгелектеп алатын боламыз. Барлығын дөңгелектеп алғаннан кейін, қамырымыздың тағы бетін жауып, көтерілуге қалдырамыз 10 минутқа. Міне біздің булочкаларымыз көтеріліп шықты. Енді бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып шығатын боламыз. Жұмыртқаның сарысын жағып болғаннан кейін, өз қалауларыңызша бетіне күнжіт пен макты сеуіп сәндесеңіздер болады. Сеуіп болғаннан кейін, осы уақытта пешімізді қыздырып қойып, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Міне біздің булочкаларымыз осындай керемет, жұмсақ болып пісті. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар.